Сәлем, өзіңмен байланыста глюкоза білім беру орталығының биолог эксперті Айкерім Ұстаз. Бүгін өзіңе жүректің қан тамырлар жүйесінің құрылысын оңай әрі жеңіл тілде түсіндіріп бергім келеді. Ендеше бастайық. Жалпы адамның ағзасында қан таратуға қатысатын екі мүше бар. Ол жүрек және тамырлар. Ең әуелі тамырлардың құрылысын жақсылап түсініп ал, содан кейін жүректің құрылысын баяндап беремін. Кеттік ендеше, жалпы адамның ағзасында үш түрлі тамырдың бар екендігін білесің. Ол артерия және денені мүшелерді барлығын торлап жататын капилляр қан тамыры және вена қан тамыры. Ең әуелі бұл үш тамырдың өзіне жеке кіріспес бұрын тамырлардың құрылысы қандай қабаттардан тұрады, соған тоқталып өтейін. Жалпы ірі қан тамырлардың қабаттары үш қабаттан тұрады. Ең бірінші сыртқы қабаты тығыз дәнекерлі ұлпадан тұрады. Сұрақтың өзі тесттерде осы мәліметке дейін келеді. Сыртқы қабаты қандай ұлпадан тұрады деген тәрізді. Сонымен сыртқы қабат бұл тығыз дәнекерлі ұлпадан тұрады және бұл қабаттың негізгі ерекшелігі қан тамырларына бір пішінді, серпімділік, беріктік қасиетті бере отырады. Сонымен қатар қан тамырларынан бөлек ағзадағы іші қуыс мүшелердің, мысалға өңеш, асқазан, ішек, қуық, өт жолдарының, яғни іші қуыс мүшелердің барлығында осы тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Келесі ортаңғы қабат. Ортаңғы қабаттың өзі бірыңғай салалы бұлшықеттің талшықтарынан тұрады. Бұл қабаттың ерекшелігі қан қысымы ағзада өзгерген кезде қан тамырларының кеңейіп немесе тарылып отыруы осы бірыңғай салалы бұлшықет талшықтарының қызметі болып табылады. Тамырларға да серпімділік қасиет беру бұл қабатқа да тән. Және бұлшықеттердің жиырылып босаңсуы арқылы қан тамырларының мына бір суреттегідей қан тамырлар қуысының диаметрінің реттеліп отыруы осы ортаңғы қабатқа байланысты. Келесі үшінші ішкі қабат жалпақ эпителий ұлпасының жасушаларынан және сілемейлі қабықшадан тұрады. Бұл қабаттың ерекшелігі үйкелісті азайтып, қан тамырларының қабырғасына қосымша беріктік қасиет береді. Және ең ұсақ қан тамыр капиллярлар осы үшінші қабаттан тұрады. Ең ұсақ деп айтылатын себебі мына шаштың жіңішкелігінен де жіңішке қан тамырлар осы капилляр қан тамыр болып табылады. Ендеше жеке-жеке жаңағы қан тамырлардың өзіне тоқталып өтейік. Ең әуелі артерия қан тамырының ерекшеліктеріне тоқталайын. Жалпы жүректен шыққан қанды толыққанды ағзаға тарататын қан тамырлар осы артерия қан тамыры. Артерия қан тамырында тағы бір ерекшелік, артериядағы қан қысымы жоғары болады және тез жылдамдықпен ағады. Оның себебі де бар. Себебі жүрек үнемі соғып отыратын автономды мүше болғандықтан ол жерден шығатын қан да өте бір үлкен жылдамдықпен ағзаға таратылып жатады. Және бұл артерия қан тамырын қаптап жатқан бірыңғай салалы бұлшықет қабаты да өте жақсы жетілген әрі қалың болып келеді. Мұның өзі саған тестте сұрақ болып келіп жатады. Себебі артерияда бұл жақсы жетілген болса, венада керісінше нашар, әлсіз жетілген және жұқа қабаттан ғана тұрады. Және ағзадағы ең ірі артерия қан тамыры деген сұрақта тестте хит қой. Ол әрине қолқа аорта деп аталады. Жалпы ағзадағы артерия қан тамырларынан тек қана артериялық қан ағады, бірақ исключение деп айтамыз ғой, өкпе артериясынан басқа. Өкпе артериясынан вена қан ағады. Ал басқа толыққанды артерия қан тамырларынан тек қана артерия қаны ағатын болып табылады. Сонымен қатар артерия қаны ол оттекке бай болғандықтан түсі алқызыл түсті болады және артерия қан тамырлары ағзада терең беткейде орналасқандықтан ол теріден көзге көрінбейді. Осындай бір ерекшеліктер бар. Келесі кезекте вена қан тамыры. Керісінше қанды денеден жүрекке қарай айдайтын қан тамыры осы вена қан тамыры. Солай жатаймыз, артерия ол жүректен денеге қарай айдайды қанды, ал қанды керісінше денеден жүрекке қарай айдайтын дейтін болса, ол бізде вена қан тамыры. Жалпы қан венадан бір бағытта жүрекке қарай қозғалып жатады. Қабырғалары осы үш қабаттан тұрады, жаңа айтылып кеткендей, және бірыңғай салалы бұлшықеті және айтып кеттім ғой, жұқа және әлсіз болып келеді. Артерия қан тамырына керісінше, бұларда жұқа, әлсіз болып таралады. Қанның венадан жүрекке қарай қозғалуының үш түрлі негізгі себебі бар. Олар кеуде қуысында, яғни қысым өте төмен болады. Сонымен қатар қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуы жүреді.
және қанның кері ағуына кедергі жасайтын арнайы қақпақшалары бар. Осындай бір үш жүрек шірігіне байланысты қан венадан жүрекке қарай ағып отырады. Келесі кезекте үшінші бір қан тамыр, ол әрине капилляр. Капиллярдың қабырғасы өте бір жұқа, эпителий ұлпасының бір қабатты жасушаларынан тұрады. Сол себептен де оны шаштан да жіңішке қан тамыр деп атаймыз. Ең жіңішке қан тамыры мына бір суреттегідей, мына артерия және вена қан тамырларының арасын байланыстырып тұрған қан тамыр деп те атасақ болады. Бұл капилляр қан тамырын және ағзадағы барлық мүшелерді де торлап жатады. Және капиллярға байланысты да тестте өте бір хит сұрақ бар, оның қызметіне байланысты. Зат алмасу мен газ алмасуды қамтамасыз ететін қан тамыр деп келеді. Сол кезде сен варианттан капилляр қан тамырын белгілеуің қажет болады. Және шатастырып алмауың керек бір дүние бар. Жаңа мен сабақтың басында айтып кеткен болатын. Өкпе венасында артерия қан ағады, ал өкпе артериясында керісінше вена қан ағады. Осы екеуін шатастырмауың керек. Келесі кезекте сонымен жалпы тамырлардың құрылысын бір қарастырып алдық. Қабаттарының да ерекшеліктерін атап өтсек, енді кеуде қуысында өкпенің ортасында сәл ғана сол жақ өкпеге ығыса орналасқан біздің ең маңызды органның бірі әрине жүректің құрылысына тоқталып өтейік. Адамның және басқа да сүтқоректілердің жүрегі 4 камералы, яғни 4 бөліктен тұрады деген сөз. Ол 2 қарыншадан және 2 жүрекшеден тұрады. Ең әуелі жүректің де қабаттары бар. 3 қабаттан тұрады жүректің өзі. Сол 3 қабатқа тоқталайық. Ол перикард сыртқы қабаты, ортаңғы миокард қабаты, нағыз бұлшық етті қабат десек те болады, және ішкі эндокард қабаты. Ең бірінші сыртқы қабатының ерекшеліктеріне мән берейік. Мына суретке қарасаң, бір кішкене пленка тәрізді өте жұқа сыртқы дәнекер қабатынан тұратын жүрек қабын түзетін осы перикард қабаты. Жүрек пен жүрек қабының арасында аздаған бір сұйықтық болады, перикардтық сұйықтық деп те атасақ болады. Ол сұйықтық жүректің бір еркін жиырылып жазылуына, жаңағы үздіксіз соққан кезінде еркін бір үйкелісті азайтып, еркін жиырылып жазылуына көмек береді. Келесі кезекте миокард қабаты. Миокард қабаты сол осы 3 қабаттың ішіндегі бұлшық етті қабат. Ерекше мио деген сөздің өзі негізі бұлшық ет деген мағынаны білдіреді ғой. Миокард ерекше көлденең жолақты бұлшық еттің қабатынан тұрады. Мына суретте көрініп тұрған толыққанды ауқымда алып жатқан бұлшық етті қабат осы миокард қабаты. Қаңқа бұлшық еттерінен бұл жүрек бұлшық етінің негізгі айырмашылығы оның жасушалары бірігіп тұтасып кеткендігімен ерекшеленеді. Келесі ішкі қабаты эндокард. Өзі эндо ішкі деп атап тұр ғой. Эндокард бұл жүректің қанмен үйкелісін азайтатын тегіс эпителийден тұратын қабат болып табылады. Сонымен жүректің де 3 қабаттан тұратындығын білдің. Енді жүректің өзі 4 бөліктен тұрады дедім. 2 жүрекшеден және 2 қарыншадан. Осы жүрекшелер мен қарыншалардың арасында арнайы клапандар немесе қақпақшалар болады. Ол жүректен жүрекшелер жиырылған кезде қанды жібермейтін кері жақтауларды осы қақпақшалар деп атаймыз. Және тестте келетін мына бір қақпақшаларға байланысты сұрақтан қателеспеу керек. Сол жақ бөлігінде қос жақтаулы қақпақшалар болса, ал жүректің оң жақ бөлігінде 3 жақтаулы қақпақшалары болады. Қақпақшалар клапандар деп атаймыз. Енді оқулықта, оқушы деңгейінде сен солай жаттайсың. Ал енді кейін сен медицинаны, дәрігерлік мамандығын таңдап жататын болсаң, бұл клапандардың өзін митральды, трикуспидальды деген сияқты ғылыми атаулармен де жаттайтын боласың. Сонымен адамның жүрегінің құрылысынан бөлек оның қызметтеріндегі ерекшеліктеріне назар аудар. Жалпы адамның жүрегіндегі бөліктердің өзі кезектесіп жиырылады. Мысалы, алдымен 2 жүрекше жиырылады, содан кейін барып 2 қарынша жиырылады. 2 жүрекшенің жиырылуы 0,1 секундты құраса, 2 қарыншаның жиырылуы 0,3 секундты құрайды. Жалпы жүрекше мен қарыншаның жиырылуы 0,4 секунд уақыт кетіп отырады. Жалпы адамның жүрегі 1 минутына 65-75 рет соғатындығын білесің. Сонымен қатар бүгінгі қан тамырлар жүйесі мен жүректің құрылысынан бөлек саған тестте келіп жатады жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары. Ең бірінші гипотония деген ұғыммен таныстырайын. Жалпы гипо деген мағынаның өзі төмендеу, бір процестің төмендеуі деген мағынаны білдіреді. Қан қысымының төмендеуі гипотония деп аталады. Жалпы гипотония қан қысымының төмендеуі кезінде тамырлар мен жүрек бұлшық етінің әлсіздігі, сонымен қатар төменгі ағзадағы зат алмасу немесе метаболизмнің төмен болуы, сонымен қатар қозғалыстың аз болуынан
тарапынан осы қан қысымының төмендеуіне алып келіп соғуы мүмкін, гипотонияға. Ал қан қысымын өлшейтін бізде құрал мына жерде көрсетіліп тұр, тонометр деп аталады. Келесі кезекте гипотония ол қан қысымының төмендеуі болса, қан қысымының керісінше артып кетуі, жоғарылауы гипертония деп аталады. Гипертония, яғни қан қысымының жоғарылауы, төмендеу кезінде адамда негізгі белгі ол бас ауырып бастайды, және қан қысымы жоғарылап кеткен кезде адамның мұрнынан қан кетуі де мүмкін, құлағында бір шу пайда болуы мүмкін, және өте бір әлсіздік, жүрегі жиі соғып кетіп, немесе керісінше аз соғып кетуі мүмкін. Сонымен қатар қан қысымына байланысты ол гипотония, төмендеуі, гипертония ол жоғарылап кетуі, давлениенің, қан қысымының, сонымен қатар жүрек қан тамырлар жүйесінің тағы да бірнеше ауруларының түрі бар. Олар инсульт, миокард инфаркты, ишемиялық ауру, атеросклероз және жүректің өте жиі соғып кетуі, тахикардия. Бұлардың өзі жаңағы жүрек қан тамырларының аурулары деп көп жауаптық, бір жауаптық сұрақтарда ұбт-да тестте сұрақ болып келіп жатады. Сонымен аздаған минуттардың ішінде сен жүрек пен қан тамырлар жүйесінің құрылысын жақсылап меңгердің деген үміттемін. Сабақ ұнаса каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Алдағы уақытта да қызықты сабақтарды шығарып отыруға тырысамыз.